Сәлем достар, менің атым Наталья. Мен Алматы облыстық сотының баспасөз қызметінде жұмыс атқарамын. Соңғы жылдары сот саласы халыққа өзінің ашықтығы мен қолжетімділігі арқылы танылып келеді. Сот ісін насихаттауда телевидение, радио, баспасөз беттері, әлеуметтік желілер қолданылады. Соның ішінде Алматы облысы соттарында сот реформалау жұмыстарын жүзеге асыру бойынша ұйымдастырылған іс-шаралары халыққа көрсету мақсатына YouTube каналы арқылы Алматы облыстық соты өзінің түсіндіру видеоблогын бастайды. Бәрімізге белгілі болғандай, 2019 жылдың 2 қыркүйегінде Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа өзінің алғашқы жолдауын жасады. Мен өз елімнің патриоты ретінде маңызды тарихи құжатты аса қызығушылықпен тыңдап, танысып шықтым. Айта кеткен жөн, біздің президентіміз өз жолдауында жан-жақты салаларды қамтыған. Соның ішінде сот жүйесіне және құқық қорғау жүйесін терең реформалау туралы бөлгенде тоқталып, бүгіннен бастап өз кезегімізде жолдауын сот жүйесіне қатысты бөліктерін Алматы облысы соттарымен түсіндіру шараларының бастылығын жариялаймыз. Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей. Это мое поручение парламенту и правительству. Осы жылдың аяғына дейін Алматы облысы соттарымен бірнеше іс-шаралар, оның ішінде судьялардың, мамандардың мақалалары, телерадио бағдарламаларына және баспасөз беттеріне сұхбаттар беру, дөңгелек үстелдер өткізу жоспарлануда. Сондай-ақ, сот шешімдерінің сапасын арттыру, жыныстық зорлық-зомбылық, педофилия, есірткі тарату, адам саудасы, әйелдерге қатысты тұрмыстық зорлық-зомбылық және басқа да ауыр қылмыстарға, әсіресе балаларға қатысты қылмыстарға қолданылатын жазаны шұғыл түрде қатайту қажеттігі тақырыптары туралы біздің судьялар өз пікірлерін айтуда. Сіздерді Алматы облысы сотында соттардың сапасы арттыру мақсатында маңызды шаралардың жүзеге асырып жатқанын, татуластыру рәсімдерін қолдану туралы және тағы басқа маңызды пилоттық жобалармен іске асырылған шаралармен таныстырып өтеміз. Бізбен бірге болыңыздар, біздің арнадан алыстамаңыздар.